Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қарбыздан смузи жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен қарбызымызды аламыз. Осылай ортасынан бөліп, өзімізге қалауымызша бір тілігін или болмаса екі тілігін кесіп аламыз. Екі тілік қарбызымыздан 2 стакан смузи шығатын болады. Егерде сіздерге 5-6 смузи керек болса, 5-6 тілігін кесіп алсаңыздар да болады. Осылай қарбызымыздың сыртын кесіп алып тастаймыз да, қалған бөліктерін майда бөліктерге бөліп, ыдысымызға саламыз. Солай блендермен езетін боламыз. Бірінші бір тілік қарбызымызды салып, блендермен жақсылап езіп аламыз. Одан кейін екінші тіліп алған қарбызымызды салатын боламыз. Оны да үстінен жақсылап блендерімізбен езіп дайындап аламыз. Міне достар, біздің қарбыздан жасаған табиғи смузиміз дайын болды. Осылай жасап көріңіздер. Дайын болғаннан кейін ыдысымызға, стаканымызға құйып, осылай жанына әдемілік үшін апельсинімізді турап қойсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер.